Сәлем достар, менің атым Айжан, және бүгінгі видеомыз менің сөмкемде не бар, немесе What's in my backpack деп аталады. Сізге бұл видео қызықты болса, және осы видеоны қарағыңыз келіп тұрса, онда аратып қараймын. Бұл менің рюкзагым, көріп тұрғандай сөмкем. Бұл сөмкемде менде ең алғаш көрсететінім ол осындай кішігірім мини түрі. Бұл әмиян деп атауға болады. Ішінде мен ақшаларымды сақтаймын, немесе кішкентай бір заколкаларды саламын, және тағы басқаларын. Және де соның қасында мына бір замогының бірдемесінде атымпалым. Осындай пончик тұрады. Бұл пончикті, жақын көрсетейін. Бұл пончикті өзім қолмен істедім. Және өзіме қатты ұнайды. Ендеше бастайық. Ең кішкентай осындай қалтасында бізде маған маңызды заттарым тұрады өзіме. Ол екі бантик, әсіресе екеуі себебінен біреу ешқашан ұстамаймын. Келесі көрсететін затым ол салфетка, важный салфеткалар. Ол маған ең керек заттарымның бірі. Одан кейін менде әрқашанда осындай 3 ручка ұстап жүремін. Бұл запасқа. Себебі егер пеналымдағы ручкардың басталары бітіп қалса, осы ручкарды қолдана алатындай. Себебі менде бір жағдай болды. Мүлдем ешқай жерде ручка болған жоқ, басты болған жоқ. Сондықтан мен запаспен ұстаймын. Келесі ол менде көрсететін заттың ішінде ол мынадай қайшы жатады. Қайшы керек. Не үшін жатқан, мен білмеймін, әйтеуір маған керек. Міне осымен ішінде мындай резинка жатады. Әсіресе осы резинканы ұстаймын, себебі кейде мүмкін мен қойсық істесем, астын өргім келіп кетсе, резинканы қолдана алатындай. Міне осымен кішкентай қалтаны босаттық. Үлкен қалтаға кірісейік. Үлкен қалтасында менде көбінесе кітаптар жатады, бірақ кітаптарды көрсетіп керек емес деп ойлаймын. Бұл қызық емес. Сонымен ішіндегі ең басты затымыз ол су. Менің тамағым, және тек қана сумен істемеймін. Менде ланчбоксым жатады, бірақ ланчбоксты қазір ішінде жатқан жоқ. Бірақ күнде сайын мен ланчбокс ұстаймын. Сонымен бірге су ұстаймын. Одан кейін бізде ішінде менің пеналым жатады. Пенал. Оны менің бір видеоларымда көргенсіз. Егер сіз менде бірінен бері подписчик болсаңыз. Және осы пеналдың ең ерекше жерін көрсетейін. Мынадай ручка. Бұл ручка. Міне осыны өзім істедім. Менде мынадай қызғылт түстес ручка жатады. Мен қызғылт менің ең сүйікті түсім. Одан кейін қызғылт түсті карандаш жатады. Және де ручка тағы. Линейка, өшіргіш, ұштағыш, және де қара түсті ручка. Біздің география сабағына ең маңызды затымыз қара түсті ручка географиядағы. Сондықтан одан кейін менде әрқашан әр күн сайын сөмкемде жататын зат ол Қазақстан тарихы бойынша қысқаша анықтама. Себебі кейде Айжан деген қыз тестке дайындалу үшін осы қысқаша анықтамадан қарайды. Шпаргалка емес, өкінішке орай ол оқиды үшін. Себебі үлкен өзінің кітабымен оқығаннан гөрі осыдан қарап алған ыңғайлы. Бұл жерде барлығы көрсетіледі. Бұл 6-шы класс бойынша, 6-шы класстарға арналған, және де бұл маған өте қатты ұнайды. Менің фаворитімнің бірі. Сізге бұл видеоны лайк басуды, мен каналыма тіркелуді, және де видеоның астына комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Және де